Тағы да бүгінгі күні мысалы ауылдан жастар не үшін кетіп жатыр? Бір, екіншіден ауылдан барып, мысалы қалада жоғарғы не болмаса орта мамандандырылған оқу орындар бітіргеннен кейін біздің ауыл жастары неге ауылға бармайды? Тағы да себеп екі проблема. Біріншіден бұл табыс деңгейі өте төмен. Екіншіден тағы да әлеуметтік тұрмыс жағдайы өте төмен. Мен қайта айтып отырмын. Егерде мал дәрігерінің өзі жоғарғы оқу орнын бітіріп отырып, ауылға 90 мың теңге жалақыға барама, одан салығын ұстаса 70 мың теңге қалады. Ал қалада автотұрақтарда, мына сауда орталықтарында күзетші болып істеп жүрген адамдар 125 мың теңге жалақы алып отыр. Оның өзінде бір күн жұмыс істейді, бір күн демалады. Екінші мен айтатын мысал келтіріп, күніне жылы суға жуынып, шайынып үйреніп қалған қаладағы жас бала, ол ауылға барама егерде, ол ауылда тіпті суық мұздай ауыз су жоқ